Сәлем, менің қымбатты достарым. Сіздермен қайта қауышып тұрғаныма өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен хит болған қазіргі таңда керемет өтімді пирожныймен рецептімен бөлісетін болам. Қып-қызыл бархат және қып-қызыл бархатный трайфл жасайтын боламыз. Бір рецепттен екі түрлі пирожный шығатын болады. Ол үшін біз алдын ала противенге пергамент қағазымызды төсеп, өзімізге керекті форманы дайындап аламыз. Және маргаринді алдын ала кішкене ғана эмальді ыдысқа салып, алауға қойып, ерітіп аламыз. Алдын ала айта кетейін, барлық салмаларды астына описание бөліміне жазып қоямын. Және үлкен құрғақ ыдысқа 4 дана жұмыртқаны шағып, үстінен 200 грамм шекер салып, жақсылап миксермен қопсытып алатын боламыз. Жақсылап қопсытыңыздар, себебі шекері шамалы еру керек. Шекер еріген кезінде жұмыртқаның көлемі көтеріледі. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай миксермен жасасаңыздар, көп күш жұмсамайсыздар. Еріп тұрған маргаринімізді өте ыстық емес күйінде осылай бір қолмен миксермен взбивать етеміз, екінші қолымызбен еріп тұрған маргаринімізді қосатын боламыз. Оны да миксермен 1-2 айналдырамыз да, енді салмамызды бір шетке алып қойып, келесі кезек бізде ұн. Ұнның ішіне 2 шай қасық разрыхлитель, яғни ас қопсытқышты қосамыз. 2 шай қасық жеткілікті, өте көп қосып жібермеңіздер. Және осындай краситель, оны да шай қасықпен жай ғана шайғастың ұшымен мен 2 рет қостым. Егер сіздер 1 рет қосатын болсаңыздар, жай ғана 1 шай қасық жеткілікті. Өте көп қосудың қажеті жоқ, себебі бұл өте качествосы жоғары, ащы дәмі де шықпайды. Краситель таңдағанда да әдемі жоғары сұрыптысына қараймыз. Және ұнымызды қанша електен өткізіп алынған болса да араластыра отырып, үстінен аз-аздан осылай електен өткізе отырып қосыңыздар. Сол кезде түйіршік те кетпейді және тестаңызда әдемі гладкий, яғни бір келкі консистенция шығатын болады. Аз-аздан қосып, миксермен араластырып отырамыз. Барлығы да керемет гладкий болып шығу қажет. Ұнның барлығын бірден салып жіберетін болсаңыздар, қатты болып иленіп қалуы мүмкін. Сол себепті 3-4 бөлікке бөліп тұрып, аз-аздан қосуды кеңес беремін. Дәл осы видеода көріп тұрғандай әдіспен қосыңыздар. Бояудың өзі керемет, әдемі қып-қызыл болып көрініп тұр. Прям видеодан да көрініп тұр. Сіздер оны живой көрсеңіздер, вообще басқаша болады, мүлдем. Цветі өте керемет. Міне лопатамен араластырғанда қамырыңыз үзілмесі, созылып түсу керек. Және оңай жасау жолы осылай алдын ала баклажканы жуып, кептіріп, үстінен осылай құйып аламыз ішіне. Ол біздің уақытымызды үнемдейді екен. Бұл сіздерге бір лайфхак болсын. Алдын ала қалыпқа біз өзіміз дайындап сызып алдық. Барлығының көлемі бірдей болу үшін. Және баклажканың қақпағын осылай бір тесікпен тессеңіздер, сонымен айналдыра қалыптан шығып кетпейтіндей етіп, барлығын бір келкі етіп құйып шығамыз. Егер сұйықтау қылсаңыздар, ағып кетуі мүмкін. Менің қамырымның, яғни тестамның консистенциясы пирогтікінен сұйық, бірақ құймақтікінен қою. Екеуінің ортасы болу керек. Және дәл осылай қолдарыңызды суға батырып, салқын су болып, саусақтың көмегімен қамырларды бір келкі қылып жайып шығасыз да, қызып тұрған пешке 170-180 градуста
7-8 минутта пісіп шығады. Мінекей, барлығын біздің осы бір ғана пергамент қағазымыз барлық пирожноларымызды пісіріп шығуға жарайды. Барлығын мата дастарханға алып аламыз да, жылдам пісіріп алғаннан соң, мен осындай қалыппен барлығын бір келкі етіп кесіп алдым. Айналасындағы артық тестаны шетке алып, бір ыдысқа жинаймыз. Ол бізге келесі жыл керек болады. Мінекей, барлығын жұптап алдым. Келесі кезек бізде кремін дайындаймыз. Мен дәл осындай крем-чиз, яғни сыр крем деп айтады. Осыдан шамамен 200-250 грамм қосамын. Өте көп қоссаңыздар да әркімнің өзінің қалауы. Мен өте тым көп қосқан жоқпын. Және кукурузный крахмалдан бір ас қасық шамасында қосасыздар. Ол креміңіздің әдемі болып араласуына көмектеседі. Және сахарны пудраны мен 4-5 қасық ас қасықпен толтырып салдым. 33% сливкиден 450-500 грамм құйдым үстінен. Енді миксермен жақсылап араластырамыз. Бірақ бір айта кетер нәрсе, барлық осы кремге қосатын қоспаларыңыз салқын болу керек. Холодильниктен шыққан болу керек, жылы күйінде болмау керек. Егер кремдеріңіз қоюланбаса, 15-20 минутқа холодильникке салып қойып, қайта араластырыңыздар. Сол кезде кремдеріңіз қою болады. Қоюлығын осылай лапата құлап кетпегеннен білсеңіздер болады. Және осындай насатканы қойып, кулинарный мешокқа, қалташаға кигізіп, ішіне дайын болған кремімізді сала бастаймыз. Орналастырып, крем өте керемет, жүрекке тимейді, мороженое сияқты болады. Пісірген пирожноларыңыз холодильникте сақтамасаңыздар, еріп кетуі мүмкін. Ол деген сөз, кремнің сапасы жоғары, оригинал заттармен қолдандық деген сөздер. Егерде еріп кетпейтін көп химикатты қолдансаңыздар, ол сыртта тұрса да бола береді. Мінекей, алдын ала дайындап алған пирожноларымыздың тесталарын осылай бір қатар қылып жайып шығамыз да, үстінен дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп кремін жағып шығамыз. Әркім өзінің ұнатқан, қалаған насаткасын қолданса болады. Мен осы насатканы ұнатамын. Әдемілеп бәрін орналастырып жағып болғаннан соң, бетіне екінші қабатын кигізіп, бір қалыпты етіп жауып шығамыз. Бұл пирожныйдың кереметтігілігі соншалықты, ұятты қонақ келген кезінде, я болмаса өзіңіз әдемілеп отырып шай ішкіңіз келген кезде жасасаңыз, қандай мерекелік дастархан болса да ашады. Мінекей, бетіне крем жағып, түрлі безендіргіш құралдарды қолданып безендірсеңіздер болады. Я болмаса бетінен жайған осылай сахарны пудраны сеуіп қойсаңыздар да жарайды. Жемістер қоссаңыздар, әркім өзінің фантазиясы. Енді бізде келесі кезек трайфл жасау кезеңі. Жаңағы пирожноларымыздың айналасынан қалған тестамызды осылай блендердің ыдысына орналастырамыз. Егер сіздерде блендер жоқ болатын болса, жай ғана дәкеге, я болмаса пленка пакетке кигізіп, сыртынан оқтаумен десеңіздер де болады. Я болмаса пышақпен майдалап турасаңыздар да болады. Желательно барынша блендерді қолдансаңыздар, ол уақытты үнемдейсіздер. Мінекей, блендерге салып алып, жай ғана 1-2 рет айналдырсаңыздар жеткілікті, дайын болып шыға келеді. Достар, егер тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Комментарий бөліміне өз ойларыңызды жазып,
жасап көрген болсаңыздар, сіздерде қалай шыққанын айта кетіңіздер. Мен трайфл жасауға үйдегі шыны бокалдарды қолдандым. Арнайы ыдыстарды қолдансаңыздар да болады, жарайды. Мен өзіміз шайға ішетін болғандықтан жай ғана үйдегі кісілік бокалымды қолдандым. Дәл осылай ішіне кремді ұнататын болсаңыздар, молынан салсаңыздар да болады. Өстіп бірінен кейін бірін кезектестіріп саласыздар. Бастысы трайфлдарыңыз холодильникте, яғни тоңазытқышта тұру керек міндетті түрде. Әйтпесем креміңіз еріп кететін болады. Және 2-3 сағат пирожныйымызды, трайфлымызды холодильникте тұру міндетті түрде керек. Кремі мен тестасы бір-бірімен сіңіп, впитывать етіп, әдемі болады. Жұмсақтығы да керемет. Дәл осы әдіспен жасап көріп, өздеріңізге жақын адамдармен тәтті жасап, тәтті әңгіме құрып, рецепт бөліссеңіздер де болады. Ал сіздердің лайктарыңыз бен комментарийларыңыз маған керемет көңіл күй, шабыт сыйлайды. Дәл осылай жасап көріңіздер. Ас болсын.